Во всех кабинетах есть корпус, самый да, вот. Даже осталось. Да, да. Сейчас я уточню. Да, Айконский. Вот тоже затемняющийся. Нам тексты нет, так что вот ладно, какие-то чипы, там очень маленькая. Ну, можно также и... Давай. Да. Сколько на стол? Ну, что, да, размер я тебе около скинула, а цвет просто... Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Сәт келеді рас па? Нет. Вот просто давай вот этот контролер убери и покажи размеры. Дальше сделать, тем сложнее ты уходит в конечном итоге. Старайся делать это все проще. В твоем понимании, как это выглядит. Чем больше ты усложняешь, тем хуже ты сам себе же делаешь. Я просто не понял, как это. Мен мына моноблоктан қосам ба? Панельді өзің қос. Мен моноблоктан қосам. Панельдің өзін басынан мына жеріне қосатын жері бар. Бастым. Ага. Да сам только не забавлю. Қазір сәл күте тұрайық. Мен қосылып алсын. Я қосылыңыз. Ну, 4 окна, я не знаю, сколько там было. 4 что ли? 4 комплекта. 4 комплекта. Менің дауысым естіліп тұр ғой да? Я естіліп тұр, естіліп тұр. Менің есімім Нұржан, Digis компаниясында интерактивті панель бойынша специалистпін. Бүгін біз интерактивті панельді қалай қолдану керектігін үйренеміз. Бірінші очередь бізде
ең бірінші заметкадан бастаймыз. Заметка көріп тұрсыз ғой. Ең бірінші заметка. Мен запись экранын жасаймын қазір. Сізге сосын видеосын жіберемін. Мгм. Потом енді қарайық. Заметканы ашқаннан кейін жазу үлгісі. Бұл жерде қараңыз, бірінші меню дегенге барсақ, Заметканы қай жерден астыңыз? Қазір тұра тұрыңыз. Заметканы қайдан астыңыз? Басында қалай болып тұрды? қараңыз. Мынау сізде тұр ғой. Панельге қараңызшы. Иә, көріп тұрмын. Заметка деген басыңызшы. Заметка деген көріп тұрған жоқ. Настройки, файлы. Где заметка деген? Примечание деген бар ма сізде? Примечание. Примечание ма? Примечание ғой. Примечанияға басыңыз. Ага, примечание. Ашылды ғой сізде. Загрузить автоматически, да? Нет деп басыңызшы. Қазір. Примечание. Нет деп басайын, да? Ага, все болды. Енді қараңыз. Менде заметка деп тұр, сізде примечание деп тұр. Бірінші кірген, Аха. ең бірінші меню дегенге басасыз. Теманы өзгерте аламыз. Аха. Меню, тема. Темаға барасыз. Менюда не қайсың? Создатқа барам ба? Жоқ, темаға барасыз. Тема деген қайсыратыңыз. Выбрать, не таблица. Тема деген тұр, я. Аха, енді қараңыз. Компьютерге қарасаңыз экранда. Мына жерде менде жол көз, немесе тор көз, немесе нота дәптері, немесе футбол, волейбол, баскетболдың алаңдары, тағы басқа деген уже дайын шаблондар тұр. Я көріп тұрмын. Соның біреуін таңдайсыз. Егер пустой қалдырсаңыз, пустой қалдыра бересіз. Көріп тұрсыз ба? Мен пустой қалдырдым. Біріншісін бастым. Я мен қалдырдым, окей басам. Аха. Окей деп басасыз, и сізде экран шығады. Потом сол теманың қасында, фонның қасында, сізде аполубканың қасында фон деген нәрсе бар. Көріп тұрсыз ғой? Қайттан темаға барыңызшы. Менюға барам. Менюға барам, потом темаға барам. И фонға барам. Басам, окей басам. Жүгі шықпайды. Жоқ, фонға барыңызшы, аполубканың қасында фон деген нәрсе бар. Меню, тема. Теперь фонға жүргенде, фонға барам. Фонның ішінде біреуін таңдадым. Көрдіңіз, да? Түсін өзгерте уже жасылға или ақшылға тағы басқа деген секілді. Өзіңіз бересіз. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Сізде панельдің алдында екі ручка тұр, көріп тұрсыз ғой? Екі сенсорный бар. Иә. Осы екі стилус алдына қарай жабысады магнитпен өте, обычно. Иә. Ага, енді қараңыз. Сізде ручканың ұшы және басы деген бар. Көріп тұрсыз ғой? Стилустың ұшы тұр, и потом басы тұр. Иә. Енді қараңыз, ручка деген затқа барасыз. Ручка дегенге басыңызшы. Ортасында. Басқан кезде қараңыз. Ұшы және басы. Енді қарайық, мен ұшын қара түске, басын қызыл түске аударамын. Ұшы басы дегенді көрмей тұрмын. Экранға қарап жіберіңізші бір рет. Сізге қарайын, иә? Мен сізге көрсетемін. Міне ұшы, мынау басы. Көрдіңіз ба? Міне ұшы, міне басы. Енді жазған кезде қайта ұшына басасыз да, енді қараңыз. Мысалы, сіз химия пәнінің мұғалімісіз ғой да, бір формула жазады, оқушы мысалы. Нұржан, бір секунд. Ұшы басы дегенді көрмей тұрмын, бірақ жаза болады, любойын ал. Иә. Енді қараңыз, міне ұшы деген қазір көрсетемін сізге. Қараңызшы, міне. Ручканы басыңыз, көріп тұрсыз ба? Иә. Қазір таңда ұшын мен қара түске айналдырдым, басын қызыл түске айналдырдым. Мына тұрған. Екеуі қатар тұр. Соның біреуін бассаңыз қара түске айналдырасыз, екіншісін бассаңыз қызыл түске айналдырасыз. Екеуі бір түсіп тұрмыз, ә? Жоқ, сіз ұшымен басымен жазып тұрсыз ба? Иә, баспен жазып. Енді ұшымен жазып көріңізші. Мына біреуіне бармайды, біреуіне ғана бармайды. Мына жерде тұрған екі нәрсенің біреуіне барып тұр, мынаған барып тұр, мынаған біреуіне бармай тұр. Жоқ, бүйтіп бассаңыз барады, бүйтіп бассаңыз барады.
Нұржан, біреуіне ғана жанып тұр, біреуі активге жетілмей тұр. Білмеймін, мен қалай біліп тұрмын. Сіз соткамен көріп тұрсыз ғой, иә? Ау, Соткамен көріп тұрсыз ба сіз? Әлде я соткамен кіріп. Жоқ, жақын- соткамен. жақындап апарып көрсете аласыз ба, чтобы мен көре алатындай? Сөйте салыңыз. Міне, мынаған барып тұрмын, мынау жүрмей тұр. Көрдіңіз бе? Камераны айналдырып жібересіз ба? Так, камерамыз қай жерде? Оны қалай айналдырып жүр, құдай. Бұлай көрсем көрінбейді, иә? Иә. Көріп Қай тұрған жоқсыз ба сіз мені? Сізді көріп тұрмын, панельді көріп тұрған жоқпын. Иә. Міне, біреу иә. активируется, біреуі жүрмей тұр. Все, хорошо. Все, түсінікті. Үстіне барып көре аласыз ба? Үстіне басылып тұрған жоқ, иә? Міне, қарашы, басып тұрмын мен, прям басып тұрмын міне. Жоқ, бір рет Мынау басып жанып тұр бір міне. рет басып бар. Бір рет басыңыз. Жоқ, үстіне бір рет басыңызшы. Все, болды, тиіспеңіз. Аха. Алып бір рет тастайын ба? Жоқ, бір рет басыңыз, все. Аха. Басылмай тұр да, сонда да. Иә, басылмай тұр. Міне, біреуіне кетіп қалып тұр, не көрдіңіз ба? Біреу үшкір жағына бармайды, жуан жағына барып тұр ол. Екі жағымен де бір түспей жазып тұр ғой, сізде. Иә, екеуі де бір-ақ түспен жанып тұр. Мен қарамен жазып тұр. Енді міне қараңыз, ручка қайтадан мынаған барам, любой цветін алайын, иә? Мысалы, например, красный алайын. Енді жанды, үсті жанды, асты жанды. Енді попробуй. Жоқ, бәрібір де бір-ақ түсті ұстап тұр менікі. Жоқ, ана үстінен қараңыз, үстінен уже қызыл жанды қараға айналдырыңызшы. Жоқ, тағы үстінен басыңыз, қызылды бір рет басыңызшы. Бір рет басыңыз, все болды. Ал. Осыны қызылға айналдырыңызшы. Осы түсті қызылға. Ана үстін қараға айналдырыңыз. Осыны қараға. Тақтатыңыз. Қара түске айналдырыңыз. Екеуі де қызыл болды міне. Міне қызыл болды екеуі де. Жоқ, қараңызшы. Қара түске айналдыру үшін қараға барып қоямын. Иә, все. Мынаны барам да, мынаны да қараға қойдым. Екеуін де қойдым. Жоқ, екі түсті қараға емес, бір түсті қараға, бір түсті қызылға. Все понятно, қазір. Міне ауыстырдым, екеуін де былай да былай. Енді қараңыз. Обычный формуланы қара түспен басын тексеруге арналған ғой, короче. Енді қараңыз. Тұра тұрыңыз. Міне, подожди. Міне бір кішкене маған мүмкіндік беріңіз. Мынау, значит, мен қазір тұра тұрыңыз, иә? Так, подождите, мен қараға барам. Мынаған жазам. Жоқ, мен неткен жоқпын қазір. Міне қарамен жазам формуланы. H2O, иә? Енді қайтадан ручкаға барам. Мынаумен мынаны қызылға ауыстыруым керек болады. Енді мен Жоқ. Апай, бірінші сізде, бірінші тұр ғой, мына жердегі. Иә. Осыны насовсемге қараға айналдырасыз, мынаны ұшын. Просто қызылға айналдырып қоясыз, и все, болды. Біріншіні қараға айналдырам. Екінші қызылға айналдырасыз. Қазір тұратыңыз. Біріншіні қараға айналдырып қойдым. Екіншіні қызылға айналдырдым. Ал, міне дұрыс па? Енді ұшымен жазыңыз. Қызылмен жазылып кетіп тұр. Короче, ананы қайтадан ручкаға бардыңызшы. Ручкаға бардым. Все, болды. Енді жазып көріңіз ұшымен. Қызылмен жазып тұрмын. Опять қызылмен жазып тұрмын. Қараңыз, мынаған қараға ауыстырдым, мынаны қызылға ауыстырдым. H2O деп жазамын. Ауыстырдым денші, бірақ менде ол бәрібір жазып тұр, қызылмен жазылып тұр, видите мне. Енді мен мынаған барып, үсті қызыл болу керек те, асты қара болу керек па, керісінше болу керек па? Бәрібір. Так, енді мынаны ауыстырам, қазір. Ал енді міне ауыстырып көрдім, енді жазып көрдім. Жоқ, қараңыз, ручканы ана үстімен бассаңызшы. Үстіне бассаңыз. Жоқ, ана үстіне. Ұшына соған басыңыз, и все, болды. Болды. Енді жазып көрем. Қызылмен жазып тұрмын, Нұржан. Все равно қызылмен жазып тұрмын.
Екеуі екі түрлі цветті ұстап тұр, но мен жазып тұрмын қызылмен, неге, почему-то, неге екенін білмеймін. Қараңыз, мына жерде мынандай бастайтын болсаңыз, мынау аққа айналу керек, ұшымен жазатын болсаңыз. Көрдіңіз бе? Мына жер аққа айналу керек. Ұшымен жазған кезде. Так, экранға өшіремін ғой, иә? жоқ, экранға қараңызшы. Очистить Очистите бассаңыз, қараңыз, мен ручканы очистить, удалитті бастым. Ручканы алшам. Ручканың басына ұшымен қара цветті таңдаймын. Потом қызыл басымен қызыл түсті таңдаймын. Потом жазатын кезде мынаның үстінен бір рет таңдап жіберемін да, H2O деймін да. Мынау дұрыс емес деймін мен жерде. Или дұрыс деген секілді. Так, значит, мен мынаны біріншіні мен қараға айналдырдым. Екіншінің ұшын басқанда қызылға айналдырдым. Теперь мен қайтадан қараға бардым. Мен қараға бардым. Енді жазып көрем. Қызыл ұшымен жазып тұрмын, қызыл жазылып кетіп тұр ғой, қайда қара болса да. Міне үстіңгі верхний, үстіңгісі қара болып тұр, иә менде? Мен үстіңгісіне бардым, қара болып тұр. Қара болып тұр. А почему жазған кезде қызыл жазылып кетіп тұр ғой, неге екенін білмей тұрмын мен. Так. Қазір очистить етіп аламын. Қайтадан ручкаға барам. Үстін бастамда қараға. Бірінші бұлай қойып алсам қайтеді екен. Ал енді астын бассамда қызылды қойып астын бастым. Енді қайтадан үстін жазам деп тұрмын ғой мен. Үстіне қойып қойдым. Енді жазам. Міне көрдіңіз бе, үстін жаздым, бәрібір де менде қызыл жазылып тұр. Камера. Енді мынаны көрейін. Камера. Енді қараңыз. Міне мен мына астын қара қойып қояйын да, астын қарамен. Видите, астын жазғанда керісінше ауысып кеткен ғой деймін. Қазір енді үстіне қайтадан барам. Енді үстіне барам, қызылды қойып алам, үстіне қоям. Қара жазып кетіп тұр онда. Онда да қара. Қызылды қойып барып. Подожди, енді ұқтым. Подожди, бір кішкене ұқтым енді. Қазір қайтадан қоям. Міне. Қазір сәл-пәл тұра тұрыңыз. Мен оқушыға жазғызам мен қарамен. Значит, мен мынаны қараға қойып алдым. Үстіңгі менде қызылмен тұр. Енді менде оқушы қарамен жазады, мен қараға бір басып алам міне, потом қарамен жазам. Я міне? Теперь мен оқушыны тексеруім керек, мен қызылға бір барып алам. Міне галочка қойдым. Енді мен мынаған қоям. Плюс жоқ, почему-то қызылға барып тұр, мынау бірінші ауысты, қызылға барып тұр. Енді қоям. Жоқ, ауыспай тұр, Нұржан, никак ауыспай тұр. Мынау ауысады. Онда мынаған барсам қайтадан. Қайтадан мынаған барып, мына астыңғысын ауыстырсам, подожди. Астыңғысын қызылға ауыстыр. Қараңызшы, ручканың басымен жазып тұрсыз ғой, қазір? Иә, ручканың басымен жазып тұрмын. Енді барып тексерсем, вот онда ауысады. Бірақ былай болады екен, Нұржан. Не қараңыз. Екеуі де қызыл тұр ғой, иә, мен көріп тұрсыз ба сіз менде? Көріп тұрмын. Енді мен оқушы ретінде жазғым келеді, мен бірінші қараға барам, үстін бастым. Енді мен жазам. Вот видите, асты екеуі бір положениеде болу керек екен. Міне, бір положениеде қойып алдым, міне, H2O. Енді қайтадан барғанда, мен екеуін де ауыстыруым керек екен. Мен оқығаным солай, міне қараңыз. Қызыл, міне екеуін бір положение, значит мен Нұржан, менде былай қысқасы. Мен когда екеуін бір положение қойғанда, мен тексер аламын. А когда екеуін бір цветке қойғанда, қарамен жаза аламын. Мен соны ұқтым. Міне қараңыз. Мен мынаны очистить етіп тастаймын, қайтадан жазамын. Мен ручкаға бардым. Мен бірінші қараға қойып аламын. Үстінде қараға қоям. Міне үстінде қойдым, астында қойдым. Енді мен тақтаға жаздым. H2O. Енді мен оқушыны тексеруім керек. Мен қызылға барам. Үстінде, астында қызылға қоямын. Так, міне қызылға қойдым, енді мен тексерем, плюс болды. Сонда екеуі, мен ұққаным, Нұржан, екеуі де бір положениеде болғанда ғана ол жазады екен. Дұрыс па? Жоқ, негізінде панельде бір не бар, кажется, прошивка жасау керек, кажется, панельде. Потому что... Значит, бірдеңе не то. Да, не то. Поэтому на жерде мен жарасқа айтамын, что панельде тексерсін деп, что специалист. Оның функциясы дұрыс емес сізде. Ұшымен жазған кезде, қарамен, басымен жазған кезде, қызылмен жазу керек негізінде. Правильно. Ұқтым мен.
Мгм. Потом енді келесіне өте берейік. Мысалы, сіз жаздыңыз да, мысалы, былай H2 плюс O2 теңдеу H2O, там теңестіреміз, мына жақта 2, мына жақта 2, там теңесті. Мысалы, артта отырған оқушы көрмей жатса, мына жерде просмотр деген көріп тұрсыз ба? Заметканың қасында просмотр деген нәрсе бар. Заметканың қасында предварительный просмотр бар. Иә, соны Қазір басасыз. мен жазып алайын бірінші. Қазір 1 секунд мен мынаны қараға ауыстырып аламын міне. Екеуін де қараға ауыстырдым. Енді мен жазам H2 плюс O2. Так, значит, шығады H2O. Иә, мен мына жерге қоям, мында қоям. Теперь заметкидің қасында предварительный просмотр бар. Так, Соны басасыз. енді Басқаннан кейін осы екі сұқ саусағыңызбен или болмаса екі саусақпен үлкейтуге болады, чтобы артта отырған оқушы көрмей жатса формуланы. аха. Осы Иә, үлкейтіп ұқтым. кішірейтуге болады. Бұл бірінші вариант. Потом Аха. енді қайтадан ручкаға барамын. Қайтадан ручкаға барғаннан кейін мына жерде карандаш көріп тұрсыз ғой, карандаш тұр, екі кисть тұр, потом волшебная палочка тұр сізде. Қазір тұрсыз. Қай жерде еще раз? Ручкаға барыңыз. Қайтадан ручкаға барам. Аха. Ручкадан кейін сізде карандаштан кейін екі кисть тұр. Біреуі тонкий, біреуі толстый кисть. Так, кисть менде вообще ручкадан кейін ластик тұр, потом линейка, форма, раздел. Ручканың ішіне кіріңізші. Кірдім. Все понятно. Иә, көрдім. Бұл жерде кәдімгі сурет салғыларыңыз келсе, егер мысалы мына жақтан сурет салып жұмыс жасай беруге болады. Былай аласыз да, ручкамен там сурет салып жұмыс жасай беруге болады. Енді қараңыз, мына бөлік, мына жердегі бөлік пен астындағы бөлік екеуінің ортасында размерін үлкейтіп кішірейтуге арналған. Көріп тұрсыз ба? Мына жерде размер Қай жерде? ортасында. Көріп тұрсыз ба? Линейканы ма? Жоқ, ручканы ашасыз ғой. Ручка. Түстер карандаштың ортасында размер. Міне, мынаны үлкейту арқылы ма? Иә. Жуан жіңішке қыла аламын, иә, қысқасы? Иә. Все понятно. Бұрынғы нелер сияқты екен, аха. Потом сізде волшебная палочка тұр ғой сізде. Иә. Енді соны басасыз. Иә, міне. Соны басқан кезде бір үшбұрыш сала, үшбұрыш. Сол үшбұрышқа ұқсайтын бір зат дүниелерді шығарып береді. Искусственный интеллект сияқты. Иә, таптым. Үшбұрыш салып көріңізші, үшбұрыш или дөңгелек, или там шеңбер, или бұлт ба, күн ба. Салдым соған ұқсас, не шықты, фигура шықты менде. Потом енді жазатын кезде жазу керек болады, мысалы. Жазу керек болады. Сол карандашқа ауысасыз, карандашқа. Всегда жазатын кезде карандашпен жазасыздар. Так, ручка қайтадан жаңағы положениеға барамын, сол карандашпен жазам, жаңағы положениеға. Иә, мысалы. O2 тең деген секілді. Иә. Потом енді қараңыз. Ластикті бассаңыз, размерін үлкейтіп кішірейтуге болады тоже. Мына жерде. Ластикті басқанда үлкейтіп кішірейтем. Все, көрдім. Потом енді барасыз, үстіне өшіре бересіз. Ластикті басыңыз, өшіре бересіз. Міне, ластикті бастыңыз. Иә, өшіре алады екен. Все, түсінікті. Потом енді қарайық. Мен сізге мынандай нәрсені түсіндіремін. Сізде стилус бар, бірінші очередь. Ол стилус бар. Потом екі сізде саусақпен жаза аласыз. И үшінші тырнақпен де жаза аласыз. Стилус дегенім жаңағы ручка ғой, иә? Иә, карандаш қой, ручка. Стилус это карандаш. Енді мен саусақпен жазып көрсем сізге. Міне, жазып атқан саусақпен. Кәдімгі саусақтың ұшымен жаза беруге болады. Көрдім. Потом тырнақпен де жаза беруге болады. Тоже тырнақпен де алады. Көрдім. Потом енді қараңыз, сіздің алақаныңыз бар ғой? Иә. Алақанды тигізген кезде өшіреді просто. Все, өшірдім. Көрдіңіз ба? Өшірді.
Потом қараңыз, егер удалить деген басатын болсаңыз, полный өшіріп тастайды. Осы тақтадағыны полный өшіріп тастайды. Очистить дегенді бассам, иә? Очистить деген бассаңыз, полный өшіріп тастайды. Потом енді қарайық, мысалы, бір күнді жазамын мен, мысалы, бүгін 02-04-2025. Тақырып органикалық химия дей салайын. Органикалық химия. Там бір нені алам да, мысалы, 5 или там 3H8 деген секілді жаза беремін деген секілді. И потом жаңағы коваленттік байланыс бірдеңе деген секілді. Потом енді осы бет толып қалды, осы бет толып қалды. Иә. Бетті ашу үшін сол жағыңызда көріп тұрсыз ғой. Иә, көріп тұрмын. Оң жағыңызда добавить деген бар, келесі бетті қосуға болады. Добавить деп бассаңыз, келесі бетті қосылады. Иә. Қосылды ғой, иә? Оқтым. Мысалы, келесі бет алкан деп жазасыз, там, алкен деп жазасыз. Иә, түсіндім о жер. Келесі тағы осы бетті толтырып тастасаңыз, келесі бет добавить тоже. Иә. Алкан жазамыз. Деген секілді. Енді қараңыз, алдыңғы бетке өту үшін назад деген кнопка бар, добавиттің қасында, добавиттен кейін. Иә. Назад деген бар, үшінші бет деген секілді. Көріп тұрсыз ғой, иә? Иә, көрдім. Иә, көрдім, таныстым. Потом оқушылар тақтада жазғанды жазып үлгере алмай қалатын болса, қоңырау болып кетеді дейді да. Сіз меню деген жерге барасыз, қайта менюға барасыз. Экспорт деген жерді көріп тұрсыз ба? Экспортты басасыз, и PDF деген, формат PDF деген басасыз. Экспортты басам, потом формат PDF-ті басам. Потом окей деп басасыз. И папкаға сақтаймын, иә? Папкаға сақтайсыз, окей деп басасыз. Сохранить все страницы деп басылып тұр. И наименование берсеңіз болады, ол автоматты түрде осы күнді, осы сағатты береді. Окей деп басасыз. Экспорт страницы жасалды ғой. Открыть деген шықты ма сізде? Открыть шықты, мен жаба салдым просто. Экспортта. Сохранить етпедім да мен просто. Иә. Қайтан жасап көрсеңіз болады, чтобы көру үшін. Так, қазір мен жасаймын. Бірдеңе жазамын да, сосын пластикқа барам. Ой, ручкаға барам. Так, мынаны екеуі үшін, короче, менде бір цветом болатын болды. Екеуі де бір цветом. Теперь, мысалы, например, CH2, қоспайларымыз CH2. Так, теперь мен менюға барамын, экспортқа барамын, PDF-қа барамын. Теперь мен окейді бастамын. Сохранить дегенде мен мына жерге нөмірдің орнына бір название жазалам ба? Название, мысалға, например, органикалық химия деп жазып қоямын, иә? Так, қазір. Так, мынаны өшіретін қайсы? Өшіретін. Так, мынау ғой міне. Иә, мына жерге мен жазам орг химия. Орг, так, органикалық орг, точка химия. Так, химия. Мынау екі бөлініп тұрады екен, иә, несі? Орг химия, окейді басамын. Окейді бастым. Так. Окей, мына неге басылмай қалды? Окейді бастыңыз ба сіз? Окейді басып тұрмын, жүрмей тұр да просто. Видеоға көрсете аласыз ба маған? Так, қалай, былай көрсетейін ба? Окей деп басыңыз. Енді міне, окейді бассам, имя файла содержит букву или цифры или пробел декен ғой. Оны цифралармен ғана сохранить ету керек. Я, например, ой, ол уже цифраға ауысып кетуім керек. Так, значит, русскийға барам ол үшін, иә? Русскийді қалай ауыстырамын мен? Языкті қалай ауыстырамын жерден? Қазақша басылып тұр менде. Сіз ана орысша букваларды баса беріңіз. Ана дөңгелек көріп тұрсыз ба сіз? Жердің шардың несі тұр ғой, шардың? Жерде тұр, жердің шардың. Мынау ма, ортадағы ма? Жоқ. Міне тұр, иә, все понятно. Все ауысты. 1, 2, 3. Поставьтымыз. Сағанға бару үшін. Бұл неге ауыспай тұр? 1. Жоқ. Енді басылды. Все, басылды.
Ұқтым, қазір тұра тұрыңыз. Екі сандарды. Мынау неге санға ауысып қалды? Ғана 1-2-3 деген цифрді бассаңыз, цифр шығады ғой сізге. Иә, Астында. міне былай тұрсам. 3, 4, 5, 7 бар. Все. Открыть деп басыңыз. Міне атымен жазасың. Открыть. Иә. Енді ол жаңағы осы жерде бір жерде міне мынау тұрған, иә? Соны ашыңыз, иә. Міне мына екеуі. Соны екі рет басыңыз. Жоқ, соны екі рет басыңызшы, апай. Бастым. Так, біреуі жаңа не сохраненный. Окей Так, деп бас. мынада продолжить басайын. Тұрып қалды ғой. Так. Enjoy бірдеңе деді. Қай зат түсіп жоқ, осылай емес, ол сохранить етілу керек. Қазір мынада емес, сохранить. Қазір. Ойбай, мынау неге ауысып кетті? Мынау қисайып кетті ғой. Так, не спасибо. Жаңа қасы недавнеға барайын. Мынау Болмаса неден шыға салыңызшы, мен сізге қай жерде сақталатынын көрсетемін. Полностью. Так. Закрыть дегені қай жерде барамын? Үстінде X деп тұрады ана. Үстіндегі 1X-ті басып едім, міне мынау шығып кетті. Аға бір рет басыңыз. Потом енді екі шетінде, ортасында екі шетінде стрелка тұр, соны басыңызшы. Екі шетінде стрелка көріп тұрған жоқ. Ортасында, екі шетінде ортасында стрелка бар. Екі шеттің ортасында. Ана ұзын таяқша болып тұр, екі ортасында, екі шетінде. Міне. Енді мынау ма? Иә, сол жерден домикті басыңызшы, домикті көріп тұрсыз ба, домикті? Қазір. Міне домикті көрдім. Міне келдім. Файл дегенге барыңызшы, файлы. Так, файлыға бардым. Енді жаңағы мына последний екеуі. Иә, соның біреуін басыңызшы, ашып. Екі рет басаңыз өзі ашылады. Так, теперь окей? Добавить домашний, да. Ішінде сіз бірдеңе сақтап бердіңіз жаңа? Астына түсіріп көріңіз. Жоқ, екінші бет кетеді екен, астыға түсірсем, бірінші бет, екінші бет деп кетіп тұр. Ең соңына сохранить етіп едіңіз сіз, ең соңғы бетке? Жоқ, мен бірінші бетте сохранить еткем. Онда қайтан домикке барып, примечанияға барып көріңізші. Көрейік. Мен домикқа бардым, енді файлыға бардым. Файлыдан міне мына бір кейінгі екеуі мынау. Жоқ. 1, 2, 3, 4, 5 дұрыс. Міне, осы болған, мен 1, 2, 3, 4, 5 деп сохранить еткем. Осында сохраненный. Қазір. Міне сохраненный тұр. Потом осы файлды өзіңіз флешкаңыз болатын болса, сыныпта оқушылар жазып үлгере алмай қалса, сол флешке аласыз да, күнделік кезеткелі білім классқа прикрепить ете саласыз да, үйіне барып жазып ала салады деген сөз ғой. Иә, ұқтым. Енді бар ғой, маған мына нені үйреттіңізші, мынау, так, жаңағы домик, мынаны файлы, мына екеуін удалить етсем, бүйтіп удалить ете сала алам ба? Жоқ, үстінен басып тұрасыз, қараңыз қазір. Үстінен басып тұрмын, міне. Енді мына удалитті басып салам. Болмаса, мына жерде көпірт деген бар төмен жоқ. Жоқ, ұқтым. Нұржан, мен ұқтым, о жерді ұқтым. Енді сіз маған мына монитор, мына екеуі байланыспай ма, мына екеуі бір-бірімен? Қайсы екеуі? Мына компьютермен, мына тақта компьютермен. Сол компьютер қосылды. Көрсетсеңіз соны. Сіздерде HDMI кабель келді ғой, HDMI кабель. Ойбай, білмейді екен. Құйып қойды, информатик мынаған анжол маған беріп кеткен нәрсені мынаған құйып қойды. Енді ашыңызшы комплектациясын.
қай жерден ашатынымды білмей соны сұрап тұрмын, мен білмей тұрмын. Қараңыз Мынаны енді. қай жерінен көтеремін? Қараңыз, сізде HDMI кабель жоқ па? Сізде екі кабель болу керек, панельмен бірге келген екі кабель болатын. Жарас берген жоқ па? Жоқ, жарас емес. Мынаны ана жолы информатик маған ана кім беріп кеткен бір нені. Сол білмеймін, информатик келіп құйып қойдым деді, болды. Мен қай жерін түртіп басам, соны ұқпай тұрмын. Қараңыз, кабельмен жалғану керек негізінде. Мен сізді көрмей қалдым қайтадан. Қайтадан кірем ғой деймін. Көрмей қалдым сізді. Потому что завершать етіп жатыр. Сол ссылкаға кіре салыңызшы қайтадан. Мен қазір Қазір зумға қайтадан кіре салайын.